оны көрсеткім келсе, қосымша декларация арқылы жету декларациясына мүмкіншілік беріп отырмыз. Бұл дегеніміз жылына 300 мың адам штраф төлейді деген сөз. Сондай норманы енгіздік. Енді келесі бір өзгерістер бұл қосылған құн салығы бойынша өзгерістер. Қазіргі таңда базалық ставка 16% деп бекітілді. Міндеттеме порог дейміз ғой, ол 20 мың айлық есептік көрсеткіштен 10 мың айлық көрсеткішке төмендетілді. Заңды сұрақ туындайды, неліктен бұл жасалды? Бұл бизнеске қатты ауыртпашылық болады, көп салық төлеушілер қосылған құн салығын төлеп, бизнес жабылып қалады дегенде сондай ақпарат көтеріп жатыр. Айта кетейін, бұл жерде қосылған құн салығы республикалық бюджетке төленетін төлем. Бұл ең бір үлкен төленетін салықтардың көзі. Осы төлетін корпоративті салық пен қосылған құн салығы біз жинақтап осы өңірлерге жібереміз. 20 өңірге бөліп береміз осы ақшаны. Сондықтан бізге осы база дұрыс толық болатын болса, бізде осы өңірлерге көмегімізді жасай аламыз. Бұл дегеніміз барлық әлеуметтік шығыстарды жабуға, денсаулықты сақтау шаралары, оқу ағарту ісіне, спортқа барлығына арналатын қаражат осы республикада бөлінетін қосылған құн салығынан алынатын сома.